сен жеңілдің. Менің кезегім келді. Әкел маған ереже солай ғой. Не рас дейм? Супермен ешқашан жеңіліп көрмеген, сондықтан доп менікі. Өрмекші адам нағыз шабуылшы, мойында. Мирас, доп менікі. Ал, ұтылып қалып ішін күйіп тұр ғой, я? Әй, балалар! Қайрат, Мирас! Есімдерімізді қайдан білесіз? Сіз кімсіз өзі? Бұларың не? Ұрыспаңдар. Бауырлар арасында ұрыс керіс болмау керек. Ол өсиет. Сендер Исатай мен Махамбетті білесіңдер ме? Батыр мен ақын туралы аңызға айналған оқиға. Ал тыңдаңдар. Бұл оқиға сол кездегі хан Жаңгырдың хан ордасында Абақтыда басталды. Ел үшін егіскен халық, сары бала, қара қазан қамыш. Абақты, қылмыскерлер мекені. Ол бала ойнайтын жер емес, бірақ Берекет ерекше бала болатын. Берекет Абақтыға өз мақсатымен келген еді. Махамбет аға! Махамбет аға! Махамбет аға! Кім бұл? Өтеміс ұлы Махамбет. Иә, мен. Өзің кімсің? Аға, уақытымыз аз. Сақшылар келіп қалады. Жүріңіз, Абақтыдан шығатын жолды білем. Тез етіңіз. Ақын аға! Тоқтаңыз аға, бір сәт. Батыл інім, есіміңді айтпадың. Есімім Берекет. Менің әкем хан ордасының жылқышысы. Көмегіңе рахмет інім. Мен... Сізді білмейтін адам аз аға. Өтемістің ұлы Махамбет. Хан ордасында сізді қолдайтындар жеткілікті. Мен сіздің өлеңдеріңізді жатқа білем. Кім бұл түн жамылып жүрген? Ей, шық қараңғыдан, көрсет өзіңді. Шық көне. Аға, не істейміз? Әзірше қашамыз. Тоқтаңдар! Қашқындар, тоқта! Хан атымен бұйырамын, тоқта! Қайда кетті? Көрінбей. Енді қайдан? Тездетіп қарауыл қожаға хабарлайық. Қашқын? Мен өз жерімдемін, өз елімдемін. Кімнің қашқын екенін көрерсіңдер әлі. Мен оларды... Аға, тоқтаңыз. Оларға алаңдамаңыз. Қазір сізге қашу керек. Сізді батыр іздеуде. Батыр? Исатай батыр сіз туралы жаңалықтарға қанық. Бірақ ол да сіз секілді хан Жаңгырдың қаһарына қалған. Ол да қашқын, көтерілісші. Ол да шындықты бетке айтқан шығар. Оны өзінен сұрайсыз. Жеріміз кең, оны қайдан табамын? Ол өзі сізді табады. Туып өскен жерім, өз отаным.
өзім ақ іздеп табамын. Шу құраным, бас! Сөйтіп, Махамбет алыстағы Исатайға жол тартады. Ал сендер болсаңдар, бір допқа таласып жүрсіңдер. Бауыр достық қандарыңда бар. Не деген боласыңдар? Өй ата, біздікі күнде осы ғой. Мирас жандай досым, біз осылай ойнаймыз. Ойыннан от шығады. Өздеріңді аз халықсыңдар. Араларың ажырамауы тиіс. Ата, Ау? Махамбет Исатайға неге жол тартты? Бұл аңыздың жалғасы. Тыңдаңдар.